Жолақ ауыстыру ең қауіпті маневрлардың бірі деп мен сіздерге қайта айтып жүрмін. Енді сіздерге оның дәлел ретінде осы видеоларды көрсетейін. Мысалы, осы жағдайды қарасаңыз, мына жүргізуші айнасына қарады ма, қарамады ма білмейміз, бірақ бұл жерде қарап отырсақ, пайымдау бойынша мына қасындағы көлік слепая зонаға түсіп қалған болуы мүмкін, яғни көрінбейтін аймаққа. Көрінбейтін аймақты қазір түсіндіріп өтем. Бірінші осы видеоны қарап алыңыз. Міне мына жүргізуші қазір солға қарай жолақ ауыстырам деп жатып, мына көлікті қысып жүрді. Яғни бұл көлік қазір мына ауысып жатқан көліктен қашам деп солға қарай бұл жолдан ауытқып айналып кетті. Себебі бұл жылдамдықпен келе жатыр екі көлікте. Бұл рульді бірден резко бұратын болсаңыз, егер сіз жылдамдық үстінде келе жатқан кезде рульді бірден күрт бұратын болсаңыз, оңға солға бүйтіп маневрировать ететін болсаңыз көлікпен, онда көлік ауытқып кетеді. Себебі ол тоннадан астам ғой салмағы. Сіз үлкен жылдамдықпен келе жатқан кезде ол ондай маневрді көтермейді. Ол кішігірім жылдамдықта ғана бүйтіп қатты маневрлар жасай алады көлікпен. Сондықтан сіз егер үлкен жылдамдықпен жүріп келе жатсаңыз, рульді екі қолмен ұстап, тыныш қана рульді күрт былай бұрмай солай жүріңіз. Мұқият жан-жағыңызға қарап. Енді осы жағдайда мына жүргізуші әрине жолақ ауыстырған жүргізуші кінәлі. Жолақ ауыстырған жүргізуші бұл жерде поворотник жақты, бірақ поворотник жаққаны оның көмектеспейді. Яғни бұл бірден, мен сіздерге постоянно айтам, жолақ ауыстыратын кезде бірден ешқашан жолақ ауыстырмаңыздар. Поворотникті жағып жүре тұрыңыз кішкене уақыт, асықпай қарап. Мына ауысатын, түсетін жолағыңызда көліктер точно жоқ па? Сіздің мына айнаңызда кейбір кезде көрінбейтін слепая зона деген болады. Жолақ ауыстыру, яғни жолақ ауыстыру тақырыбы өте күрделі. Күрделі болғанда бұл жерде қарапайым тілде түсіндіруге болады. Және жүргізушілерге айтарым, бұл жолақ ауыстыру деген негізі қауіпті маневрлардың бірі. Қауіпті маневрларды біз не істейтін едік? Әрине біз қауіпті маневрлардың барлығын өте мұқият жасаймыз. Қауіпті маневрды мұқият жасау үшін сіз алаңдамауыңыз керек. Тек жолда назарыңыз болу керек, және өзіңіз мына көлікті ешқандай алаңдаусыз, телефонсыз, екі қолыңызбен, кәдімгідей қасыңызда адамдар ешкім кедергі жасамай басқаруыңыз керек. Енді жолақ ауыстырған кезде кімге жол береді деген бізде сұрақ бар. Жолақ ауыстыру маневрі неге қауіпті? Ол оңай маневр еді ғой деп біреулеріңіз айтуларыңыз мүмкін. Бірақ жолақ ауыстыру маневрі өте қауіпті маневрлардың бірі. Оның арнайы тақырыбы бар. Міне, сіздер мына кітапты алып, өздеріңіз ережені қарапайым тілде үйренсеңіздер болады. Бөлім-бөліммен цветной форматта сіздерге маңызды жерлер бәрі нақты жазылған кітап. Енді кітапты өзіміз қоя тұрамыз да, мына жағдайды сіздерге түсіндіріп өтеміз. Мына жағдайда сіз жолақ ауыстыратын болсаңыз, мысалы сіз мына сары автокөлікте отырған жүргізуші болсаңыз, онда бұл сары автокөлік қазір солға қарай жолақ ауыстыратын болса, міндетті түрде осы жолақтың бойымен жүріп келе жатқан көліктердің барлығына жол беру керек. Ереже бойынша дәл солай. Яғни кім жолақ ауыстырады, сол жол береді. Яғни сіз бұл жерде жолақ ауыстыратын кезде мына жолақтағы жолаққа сіз қонақ болып бара жатырсыз деп есептейсіз. Яғни кім қонаққа барады, сол жол береді. Мына көк жолақ ауыстыратын болса, онда әрине ол көк мына жолақтағы жүргізушілерге жол береді. Енді бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде кейбіреулер айтады, мынау қазір былай ауысқан кезде енді жүргізушілер бұл жерде жол беру мүмкін. Мысалы, мынау жолақ ауыстыратын болса, мына жүргізуші кішкене тоқтап, мына жүргізушіні, сары автокөлік жүргізушін кіргізіп жіберуге болады. Ол жүргізушілердің өзара шешімі. Ол ереже бойынша, бірақ міндетті емес мынау кіргізуге, түсінікті ма? Соны шатастырмайық, жібереді ғой, жолда сұрасаң жол береді ғой деп мына астына комментарийге жазуларыңыз мүмкін. Бірақ жаза беріңіздер комментарийге өз пікірлеріңізді, біз келесі видеоларда сондай қателіктерді талдаймыз. Енді мына жерде бірінші айтатын ақпарат, мына жүргізуші өзі жол берем деп шешім қабылдаса, яғни осы жерде ыңғайлы болса, өзіне мына жүргізушіге жол берем деп шешсе, онда құба құп. Бірақ ереже бойынша ол
міндетті емес. Яғни біз ереже бойынша қарастырамыз. Ереже бойынша не міндетті, ереже бойынша қалай, ол бөлек әңгіме. Ал жүргізушінің іс-әрекеті, жүргізушінің жолдағы шешімі ол басқа әңгіме. Енді бұл жерде кім жолақ ауыстырады, сол жол береді деп түсініп алыңыз. Кім қонаққа барады, сол жол береді. Мына ауысатын болса, мына жолақтағыларға жол береді, мына ауысатын болса, мына жолақтағыларға жол береді. Оң жақтан кедергі деген бұл жерде қағида орындалмайды. Оң жақтан кедергі қағидасы бар, бірақ ол қай жерде, қай кезде, қандай жағдайда қолданады? Оны егер мына екі автокөлік жүргізушілері бір мезетте жолақ ауыстыратын болса, мына сары мына жолаққа, мына сарымыз мына жолаққа өтетін болатын болса, осы екеуі бір мезетте жолақ ауыстырғысы келсе, онда осы кезде оң жақтан кедергі қағидасын қолданып жүреді екеуі. Енді нақты жолдағы жағдайда көп жүргізушілер бұл жерде екеуі бүйтіп келісіп өтеді, тез-тез бүйтіп жылдамдықпен келе жатқан кезде келісіп біреуін жол беріп сөйтіп өтеді. Енді бұл оң жақтан кедергіні түсініп алу себебіңіз, сіз мысалы осындай жағдайда жол көлік оқиғасы болып қалса, сіз білуіңіз керек, егер екеуіңізде поворотник жағып, екеуіңізде ауысуға ниет білдіретін болсаңыздар, онда оң жақтағыны өткізуіңіз керек. Сосын барып мынау өтеді. Бірінші мына сары кіреді, сосын барып мынау. Немесе бұлай екеуі мына екі жолақта келе жатып, мына ортаңғы жолаққа түскісі келуі мүмкін. Осы кезде де кім жол береді? Әрине оң жақтан кедергі. Яғни мына оранжевый көлігімізге біздің мына сары автокөліктің жүргізушісі оң жағынан кедергі болады. Сол себепті мынау бірінші түседі, сосын барып мынау түседі. Түсінікті ме? Енді осы жерде көп жағдайда қарасаңыздар, мына осындай бізде не бар, жағдайлар бар. Сіз мынаны түсініп алыңыз, кім қонаққа баратынын түсіндіңіз, иә? Ал енді екеуі де бірге жолақ ауыстыратын болса, оң жақтан кедергі қолданылады. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыз, мына жағдайда жүргізушілерде мынандай қате түсінік бар. Мынау жолда тоқтап тұрған кезде, мына жүргізуші келіп осы жерде осы көліктің тоқтап тұрғанын пайдаланып, осы жолаққа түскісі келеді. Сол кезде мына жүргізуші осылай түсейін деп жатқан кезде, мынау жүріп қалады. Яғни кей жүргізушілер бүйтеді, жолдың жиегіне тоқтайды, адамын түсіреді, сосын мына алдына қарамай тұрып, скоростьқа салып, ана адамды түсіріп, или пассажирі болсын, немесе клиенті болсын, әйтеуір адам түсіріп, басы осылай сол клиентке қарап тұрып, жүріп бастайды. Әлі жолға басы бұрылған жоқ, бірақ өзі жүріп жатыр бүйтіп. Яғни мына жүргізуші міне солай істеп жатыр. Басы мына жаққа қарап тұр, бірақ өзі жүріп бастады. Ал мынау ауысып жатыр. Осы кезде екеуі соқтығысып қалды. Бұл жағдайда кім кінәлі десеңіздер, әрине жүрісін бастайтын жүргізуші кінәлі бұл жерде. Мына жүргізуші жүрісті бастар алдында всегда жолға қарау керек. Ал мына жүргізуші ол жолағын ауыстырып жатыр. Мына көлік тұрғанын көрді ол. Түсінікті ғой, иә? Енді мынандай жағдай бар. Сіз жолда жүрген кезде міндетті түрде жолақ ауыстыратын кезде мына бұрылыс көрсеткішін жағып жүруіңіз керек. Міне, бұлай жағып жүресіз, ыңғайлы момент іздеп жүресіз. Бірінші ниетіңізді білдіресіз, поворотник жағып. Сосын айнаға қарайсыз. Айнада бізде слепая зона деген болады. Слепая зона деген жаңа алдыңғы видеода айттым. Ол жерде міне слепая зонаны мен сіздерге былай түсіндірем. Мына көліктің айнасының обзоры. Енді примерно түсіндіріп жатырмын сіздерге. Сосын мына көлігіміз қазір бізде осы жерде келе жатыр деп есептейік. Қасымызда. Бұл мына біздің айнамыздың көрінісіне түспейді. Бұл слепая зонада. Яғни мына көлік жүргізушісіне бұл мына боковой зрениемен де көрінбейді. Себебі ол қатар келатқан жоқ екеуі. Кішкене артта келатыр. Айнадан да көрінбейді. Яғни мынау қазір жолақ ауыстырып қалған кезде міне осы видеода көрсетілген жағдай орын алады. Мына видеода сіздерге осыны айтқым келген. Слепая зонада болып қалуы мүмкін, немесе мына жүргізуші мүлдем айнаға да қарамаған болуы мүмкін. Енді біз оны нақты айта алмаймыз, бірақ осы екі қателіктің кесірінен осындай жағдай болып тұр видеодағыдай. Яғни бұл жағдай күнде жолда болып жатады. Өте көп жағдай сондай болып жатады. Ол мына жүргізушілердің сондай внимательності жоқ, яғни жолда ойлап отқан жоқ, ережені білмейді, мына жолда жүрген кезде өте мұқият жүрмейді. Яғни мына слепая зонаны көп жүргізушілер білмейді.
Қазіргі жаңа көліктерде мысалы датчик слепой зоны деген бар. Сол датчик мысалы жанады осындай жағдайда. Ал датчигі жоқ болатын болса, мысалы көлікке осындай айна қойып қояды, мынандай овальный осындай айна. Мына біздің боковой айнамыз үлкен, соған бүйтіп жабыстырып қоятын айналар болады, овальный. Сол енді кеңірек көрсетеді, яғни мына көлікті сол айна көрсетер еді. Енді датчик слепой зоны немесе осындай овальный айна, немесе біз былай істеуіміз керек. Былай жолақ ауыстыратын кезде басымызды солға жолақ ауыстыратын болсақ, солға бір қарап, оңға жолақ ауыстыратын болсақ, оңға бір қарауымыз керек. Сол кезде мына көлік көрінеді. Мына жақта да сондай слепая зона деген бар. Түсінікті ғой, құрметті оқырмандар. Енді жолақ ауыстыру өте қауіпті маневр болатынын себебі осыдан. Мынау енді былай жолда тұрған кезде жүргізушілер бір-бірімен соқтығысып, осылай іс-әрекет жасайтын жүргізушілер бар. Мысалы осылай кептелісте тұр, барлығы кептеліс болып жатыр мына жерде. Сосын мына жүргізуші жол сұрайды, мынау бермейді. Мынау басын тығып, сөйтіп екеуі осы жерде кептеліс ДТП жол көлік оқиғасын тудырады. Сосын мынау итак кептеліс болып жатыр еді, мына жерде тағы красный точка болады. Бәрі мына жақта айналып өтеді. Сонда бұл одан да көп болып кетті кептеліс. Яғни бұл жерде жүргізуші, мына жүргізуші егер сіз болатын болсаңыз, онда мына жүргізуші жол бермесе, өйтіп кірудің қажет жоқ. Ал егер мына жүргізуші сіз болатын болсаңыз, неге сіз туралы айтып отырмын мен? Себебі сіз өзіңізге жауап бересіз. Басқа жүргізушілерге жауап бере алмайсыз. Және басқа жүргізушілерді сіз үйрете де алмайсыз. Сіз тек өзіңізді және сізді тыңдайтын жан-жағыңыздағы таныс тамырларыңызды осындай видеоларды жіберу арқылы, осындай біздің ақпараттық видеоларды жіберу арқылы ғана сіз оларға түсіндіре аласыз бір жағдайларды. Және біздің видеоларды көбірек тарату арқылы, көбірек адамға, көбірек жүргізушіге қарату арқылы біз осылай түсіндіре аламыз. Ал жолда жүріп сіз ешкімге ештеңе дәлелдеп, ешкімді үйрете алмайсыз. Соны түсініп алыңыздар. Міне осы жүргізуші қазір мынаны үйреткісі келіп, жол неге бермедің сен? Жол беру керексің ғой деген сияқты сондай іс-әрекет жасап осылай тұмсығын тықты. Мынау жоқ, мен жол беруге міндетті емеспін, сен жол беруге міндеттісің деп бұл қайтпады. Сонымен бұл жерде 2 секундтық мәселе бұл жерде үлкен уақытқа айналып кетті. Және үлкен проблема, нерв сондай неге айналып кетті. Сол себепті сіз осындай қателіктер жасамауыңыз үшін сіз мәдениет жүргізуші болуыңыз керек. Яғни бұл жерде егер сіз мына жүргізуші болсаңыз, мынау кіріп тұмсығын тығып жатса, онда жібере қойсаңыз ештеңеңіз кетпейді. Қайта бәледен аулақ боласыз. Түсінікті ғой? Енді бұл тақырыпты біз келесі видеоларда дұрыстап, кеңінен айтып өтетін боламыз. Әлде де бұл жағдайлардың тағы бұл жолақ ауыстыруға не себеп болады деген сияқты көптеген тараулар бар. Біз соның барлығын талдап сіздерге түсіндіреміз.